Мені 99% подписчиктерім қолдайды деп қателескен екем. Оның дәлелі алдыңғы салған видеода. Instagram, TikTok, YouTube'да алдыңғы салған видеоның комментарийлерінде мені 99% емес, 100% қолдап отыр. Тек қана комментарийде ғана емес, жекеме шығып, звондап, WhatsAppқа жазып, Каспий қай номерге ақша лақтырайық, кішкене қолдауымызды білдірейік деп көптеген ұсыныс түсіп жатты. Ешқайсысын қабылдаған жоқпын. Алғысым шексіз, қолдауларыңызға рахмет. Қолдаулардың ішіндегі патологы осыдан 4-5 жыл бұрын танысқан бір ағам болатын. YouTube'тан біздің видеоларымызды көріп, осылай сөйлесіп, тәжірибе алмасып, осы көліктің айналасында жүрген аға болатын. Бірақ соңғы осы бір жылдықта ол кісімен байланыс үзіліп қалған, өйткені өзінің жұмыстарын кішкене жаңартып жатқан болатын. Сонымен кеше видео шыққасын ол маған хабарласты, мен ала алмай қалдым, кішкене уақыт созылып кетіп, WhatsAppқа жазып қойды, қолым босағанда хабарлас деп. Сосын хабарласып сөйлескенде, күйбелең тіршілікпен жүріп, бір жылдан бері мен сені хабар алмаппын, жағдайыңды білмеппін деп, мен сені осы батпақтан шығаруға көмектесуім керек деп өзін тіпті кінәлап, маған 200 000 теңге аударып жіберді. Мен ол ақшаны қазір қайтара алмайтынымды айтып едім. Жағдайың болса қайтарасың, болмаса қайтармай ақ қой, сен аяғыңа тұрып алсаң болды деді. Қызығы, ол кісі миллиардер емес, 200 000 теңге білінбей қалатындай, қарапайым көлік жөндеп жүрген кісі. Сосын менен өзіңнің машинаңмен таксовать еттің бе деп сұрады. Мен жоқ дедім, басында ағамдікі емес, сосын арендаға алдым дедім. Өйткені өзінде машина жоқ. Ол кісі тұрды да, менде 2 машина бар, соның біреуін сен ал, жаяу жүрме деді. Шыны керек, рахметімді, қуанышымды әлі жеткізе алмай жатырмын. Бәрі ішімде, қуанышым аспанға ұшып кетті. Алдын біреулердің айтқандарын көріп, естіп, бұл қалай бұл кинодағыдай деп жүретін, қазір өзім өмірім кино болып жатыр. Қолдауларыңызға мың алғыс. Менен қарызы бар кісілер, кішкене шыдай тұрыңыздар. Мына ақшадан бере алмаймын, бұны оборотқа салу керек. Жақсы күнде кездескенше.